Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі рецептте сіздермен езілмей пісетін түшпәрә рецебімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін мен 300 грамдай жылы су, тұзын көп мөлшерде салып, және де бір жұмыртқа қосып, қамырын қатты етіп илеп аламыз. Қолдың жұмыртқасын қолдансаңыздар, қамырларыңыз сап-сары, ешқандай бояусыз-ақ әп-әдемі сап-сары болып шығады. Ал егерде қолдың жұмыртқасы болмаса, дүкеннен алынған жұмыртқа да жарай береді. Мінекей, қамырымызды жақсылап, жұдырықтап, илеуін қандырып илеп аламыз. Түйіршігін жазып, илеуін жақсылап қандырған қамыр жылтырап, бір тегіс болып жайылады. Сол себепті қамырды илегенде барынша ұзақ жұдырықтауға тырысыңыздар. Және иленген қамырды аздап 15-20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынамын дегенше келесі бөлік бізде салмасын дайындаймыз. Мен бұл жерде 4 дана пияз алдым. Пиязды барынша майда етіп тураған жақсы. Ет тартқыштан өткізу керек емес, себебі ол жердің өте суы шығып кетуі мүмкін. Жай ғана қолдың көмегімен барынша майда етіп турап алыңыздар. Соның өзі жеткілікті. Етіне қарағанда пиязы шамалы көптеу болса, ішіндегі салмасы жұмсақ, бос және өте сочны болып шығады. Егерде етін тым көп салып жіберсеңіздер, ішіндегі салмасы тобарысып, қатып қалуы мүмкін. Міне, 300 грамдай мен ет алдым. Қойдың, жылқының, сиырдың қандай ет сіздерге ұнайды, сол қалаған еттеріңізді қолдансаңыздар болады. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, аскөкті ұнататындар аскөк салып жіберсеңіздер де болады. Приправаны қалайтын кісілер түрлі соландай дәмдеуіш, иіс беретін дәмдеуіштерді қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Қолдың көмегімен, мен перчатка кимеді деп сөге көрмеңіздер, себебі мен жай ғана отбасым үшін жасаймын. Әрине, жасардан алдын қолымды жақсылап жуып аламын. Салмамыз дайын. Қамырымыздың илеуі қанып, әдемі болып жылтырап қалыпты. Екіге бөліп жаямын. Өздеріңізге ыңғайлы етіп бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Егер сіздерге үлкен зуаланы жаю қиынға соқса, 3 бөлікке бөліп жайсаңыздар да болады. Қамырды жаюдың өзінің техникасы бар. Қамырды сағаттың тілімен солдан оңға қарай айналдыра отырып, тек қана екі шетінен жұмсақ салмақпен баса отырып жаямыз. Егерде бар салмақтарыңызды салып жаятын болсаңыздар, қамыр бір келкі шықпайды. Ортасы жұқарып, екі жандары қалың болып қалуы мүмкін. Сол себепті салмақ салмай, жай ғана қолды айналдырып, боқтаудың көмегімен айналдыра жая береміз. Ең соңғы айналымға келгенде ұнын жұқалап қана сеуіп, өздеріңізге ұнаған пішінде, ұнаған көлемде кессеңіздер болады. Мен өте ірі де еткен жоқпын, өте майда да еткен жоқпын. 4 сантиметр жеткілікті маған. 4-4,5 сантиметр етіп кесіп аламын 4 бұрышты. Егер сіздерге дөңгелек шеңбер пішіні ұнайтын болса, қандай да бір стаканның көмегімен ойып алсаңыздар болады. Түшпәрә жалпы ең
қолды ұстайтын тамақтың бірі, бірақ жасап дайын түрінде тоңазытқышқа, яғни морозильникке салып сақтап қойсаңыздар да керемет, қалаған уақытта суға салып қайнатып жей беретін фастфуд түрінде қолдануға да болады. Мінекей менің қамырларым дайын. Мен қамырдың шетінен қалған қамырды тастамаймын. Екеуін бір-біріне келтіріп жамап, оны да кәдеге жаратамын. Дәл осылай қамырды бірін-кетін бір-бір данадан жазып алып, өзіне тиесілі мөлшерде салмасын салып, өздеріңізге ұнаған формаға салып түйе берсеңіздер болады. Мен бұл жерде енем екеуміз түйіп жатырмыз. Мен өте көп түшпәра жасап қоямын. Біразын тамақ етіп жесе, қалғанын тоңазытқышқа салып сақтаймын. Асығыс күндері ол маған таптырмас көмекші. Үйіңізге кісі келіп қалып жатса да, дүкенге жүгірместен тоңазытқыштан алып, бірден қазанға салып қолдансаңыздар болады. Түшпәраларымыз дайын. Келесі кезек мен пельмен сорпамды жасауға кірісемін. Мен тамақтың барлығын жалпы дерлік құйрық майға жасағанын жақсы көрем. Құйрық майға піскен тамақ өзгеше дәмді болады. Міне құйрық майларымызды турап, алаудың астын төменірек қылып қойып, құйрық майдан майы ажырағанын күтеміз алауда. Және ет, сүйек, қандай да бір еттің бөлігі болса, соларды өздеріңізге ұнаған формада кесіп, сол майдың үстіне салып, қызартып қуырамыз. Ет қызарғаннан соң пиязды екі бөлікке бөліп салсаңыздар болады. Және пиязды салған кезде қақпағын жауып қуырған жақсы, себебі етіңіз босап, қуырылып жатып әдемі болып жартылай пісіп қалады. Қуырылып біткен шақта қақпағын ашып аздап қуырамыз. Дәміне қарай аздаған ғана сәбіз салып, суымызды құямыз. Су қайнап шыққанда картоптың және дәміне қарай тұзын көріп, біраз уақыт қайнатып қоямыз. Бір 20 минут қайнаса жеткілікті. Жақсылап қайнап болған соң астын күшейтіп, өте қатты қайнатамыз да түшпәраларымызды саламыз. Түшпәра салған кезде қатты қайнап жоғарыға көтеріледі. Сонан соң алаудың астын төмен қойып, аздап қайнатамыз. Түшпәраларымыз жартылай дайын болғанда аскөктерімізді салып 5 минутқа тындырып қоямыз. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын.